Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз шоколадты торт дайындаймыз. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Ол үшін 4 жұмыртқамызды жарып, миксердің көмегімен араластырамыз. Қантымызды қосып, миксердің жоғары жылдамдығында араластырамыз. Шым-шым тұзымызды қосып, ары қарай миксермен шайқаймыз. Енді сүтімізге күнбағыс майын қосып араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызға какао ұнтағын салып, оны үстіне қопсытқышымызды салып, араластырып дайындап аламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызға сұйықтығымызды құйып, үстіне ұнымызды иеліктен өткіземіз. Крекшенің көмегімен ақырындап араластырып аламыз да, соңында ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырып, миксерлеп аламыз. Міне массамыз осылай болуы тиіс, қою қаймақ сияқты. Келесі кезекте біз формамызды алып, осы сұйықтығымызды, массамызды құямыз да, духовкамызға 30 минутқа 180 градусқа қоямыз. Ал енді кремін дайындап аламыз. Ол үшін салқындатылған кілегейімізді миксердің көмегімен араластырамыз. Содан кейін қант ұнтағын қосып, тағы да араластырып, үстіне творожный сырымызды қосып, осындай қою болғанға шейін араластырамыз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Ақырындап формадан аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің бисквитіміз көтеріліп, жұмсақ болып пісті. Енді үстіңгі жағын пышақтың көмегімен кесіп алып, осы бисквитімізді 3-ке бөлеміз. Енді подложкамызға кішкене крем жағып, тортымызды жинай бастаймыз. Бірақ ең алдымен сүттен пропитка жасап аламыз да, ары қарай жалғастырамыз. Торт тоңазытқышта түні бойы тұрды. Кремі жақсы сынып, ал енді өзіміздің қалауымызша сәндейміз. Мен тортты шоколадтармен және мастикадан 3D сурет салып сәндедім. Бірақ ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Достар, торттың барлық құрамдары описанияда қалдырамын. Егер де рецепт ұнап жатса, каналыма жазылып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне торт дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған айым ас болсын.